Саламатсыздар ма? Үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану мамандығының студенттеріне оқу өндірістік тәжірибесінің ұйымдастырылуы және жүргізілуі. Өндірістік тәжірибенің мақсаты студенттің оқу үрдісі аясында алған теориялық білімдерін бекіту болып табылады. Тәжірибенің негізгі міндеттеріне құрылыс өндірісінің ерекшеліктерімен және құрылыс процестерінің технологиясымен танысу, технологиялық құжаттаманы, стандарттарды, құрылыс процестерін орындауға арналған ережелер мен нұсқауларды білу, құрылыс машинасы мен технологиялық жабдықтарды пайдалана білу, құрылыс ұйымдағы техник құрылысшы орындайтын жұмыстарға қатысу. Студенттерді практикаға жіберу келесі талаптарға сәйкес жүргізіледі. Кәсіпорындар мен колледж арасында екіжақты келісім-шарт жасалып, бұйрық шығарылады. Тәжірибе алдында жетекші студенттермен еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе нұсқаулық өткізеді. Бұл ретте қауіпсіздік техникасы жөнінде қауіпсіздік журналы толтырылып, онда нұсқамадан өткен студенттер және оның өткізген жетекші қол қояды. Нұсқамадан өтудің негізгі міндеттері ұйымдағы ішкі тәртіп ережелерімен және еңбек тәртібімен танысу, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулар мен ережелермен танысу. Сонымен қатар студент мекеме құрылымымен танысады. Бұл мекеменің құрылғаны және оның қалай жұмыс істейтінін түсіндіретін нұсқаулық. Құрылыс нысанында студенттер келесідей жұмыс түрлерімен танысады және үйренеді. Құрылыс жұмыстарының негізгі түрлері бірнеше жұмыстар кіреді. Геодезиялық жұмыстар, дайындық жұмыстар, жер жұмыстары, тасқалау жұмыстары, бетон, темірбетон жұмыстары, монтаждау жұмыстары, шатыр және әрлеу жұмыстары. Барлық құрылыс алаңы ондағы жұмысшылар үшін де, жолаушылар үшін де қауіп көзі болып табылады. Кез келген уақытта үлкен биіктіктен құрылыс материалдарынан басқа әр түрлі электр құралдары мен құрылыс техникалары қауіп төндіріп құлап кетуі мүмкін. Сондықтан құрылыс алаңдарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылыс шекарасына міндетті түрде арнайы қоршаулар, ескерту белгілері орнатылады. Құрылыс алаңындағы қауіпті жұмыс аймағының бірі бұл құрылыс кранының айналасындағы аумақ. Ол құрылыс кезінде жұмысшылардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Яғни кран ілгегінің үзіліп кетуі немесе жүктің құлап кетуі. Сондықтан кран радиусының аймағы қауіпті аймақ деп аталады. Құрылысты тұрғызу кезінде уақытша ғимараттар салынады. Мақсаты бойынша уақытша ғимараттар әр түрге бөлінеді. Әкімшілік, қоғамдық және қойма ғимараттары. Әкімшілік, қоғамдық ғимараттарға құрылысты басқару кеңселері, учаске бастығы, прораб, диспетчерлік, бетпункт бөлмелері және уақытша асханалар, жуыну, құрылысшылар демалу орындары болып табылады. Құрылыс алаңында қойма шаруашылығын ұйымдастыру үшін объект маңындағы қоймаларды орнатады. Объект маңындағы қоймалар материалдарды жартылай фабрикаттарды, бұйымдарды, құрылымдар мен жабдықтарды уақытша сақтау үшін ұйымдастырылады. Қойма шаруашылығының көлемі құрылыстың түріне, ауқымы мен әдістеріне, сондай-ақ құрылыс алаңының материалдық техникалық ресурстарымен қамтамасыз ету әдістеріне байланысты ашық және жабық қоймалар болып бөлінеді. Ашық қоймаларда атмосфералық, температуралық және басқа әсерлерден бүлінуге ұшырамайтын материалдарды сақтауға арналған алаңдар, платформалар, бункерлер. Материалдар кірпіш тас, құм, қиыршық тас, дөңгелек және кесілген орман, темірбетон құрылымдары және тағы басқа материалдар сақталады және кранның монтаждық әрекету аймағында орналасады. Жабық қоймаларда атмосфералық әсерлерден бүлінуге ұшырайтын, сондай-ақ ерекше сақтау шарттарын талап ететін, бағалы, тез тұтанатын қауіпті материалдар сақталады. Оларға келесі материалдар жатады:
цемент, гипс, әрлеу материалдары, металл бұйымдары, электр және санитарлық жабдықтар және бағалы жабдықтар тағы басқа материалдар сақтайды. Осы орындалып жатқан жұмыстардың түрі бойынша құрылыс машиналары келесі топтарға бөлінеді. Жүк көтергіш, тасымалдайтын, тиеп түсіретін жер жұмыстары, қада жұмыстарына арналған, бетон және ерітінді қоспалар дайындауға және тасымалдауға, бетон қоспаларын тығыздауға арналған, әрлеу жұмыстарына арналған, монтаждау жұмыстарына арналған машина механизм. Құрылыстағы ең жетекші жүк көтергіш машинаның бірі мұнаралы кран болып табылады. Тұрғын үй, азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттар құрылысын салу кезінде, сонымен қатар қоймалар, полигондар мен ауыстырып тиеу, алаңдарды әртүрлі тиеу, түсіру жұмыстарын орындауға арналған. Сонымен бірге құрылыс жұмыстарында арнайы жұмыстар орындалады. Ол электрмен жабдықтау, жылыту, желдету, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, газбен жабдықтау жүйелері және объектінің мақсатына сәйкес жұмыс істеу үшін қажетті басқа жүйелерді монтаждауды орындайды. Өндірісте студенттер іс-шараларға және құрылыс жұмысшылары ретінде аталған жұмыстарға қатысып, құрылыс бригаданың құрамында жұмыс істеуі тиіс. Яғни, бригададағы тікелей жұмыс, нарядтарды жасау, техникалық құжаттаманы жасау ерекшеліктермен танысу, өндірістік жалпы жиналыстарға қатысу, озық тәжірибе игеру, еңбекті қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру. Студент күнделікті құрылыс нысанында атқарылып жатқан жұмыстарды күнделікке жазып, тәжірибе есебі үшін қажетті материалдарды жинақтауға тиіс. Қош сау, саламат бол.